Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ашытқысыз дайындалатын шелпек дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бір кесе айранымызды құйып аламыз. Одан кейін бір шай қасық содамыз салып араластырамыз. Біздің айранымыз көтеріліп, осындай реакция пайда болады. Одан кейін бір жұмыртқамызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Бір шай қасық тұз, 2-3 шай қасық шекерімізді салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін 3 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Одан кейін ұнымыздың барлығын салып, қамырымызды илейміз. Мен 700 граммдай ұн салдым. Тағы да бір пиаладай ұн салдым. Егер де сіздердің қамырларыңыз қатты жұмсақ болып кетсе, тағы да ұн салып илесеңіздер болады. Қамыр жұмсақ болып тұру керек осылай. Илеп болған қамырымызды 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Ашығанын күтіп отырмайтын, қонақ келгенде де тез дайын болатын, өте дәмді, жұмсақ бауырсағымыз осылай дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. 5-10 минуттан кейін қамырымызды жайып, шелпек немесе бауырсаққа пайдалана берсеңіздер болады. Мен шелпек пісірдім. Шелпектен қалған азғантай қамырымды бауырсақ кесіп жасадым. Осылай бөліктерге бөліп алып жаятын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан барынша ұн сеуіп жая берсеңіздер болады. Менің қазақ тілі арнамның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіз. Тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі жаңа видео шыққанда сізге бірінші болып көрініп тұруы үшін. Қамырымызды қатты жұқағымай, орташа қалыңдықта осылай жаятын боламыз. Мінекей барлығын жайып болдым. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Газымның астын қаттыға қойып қойғанмын. Осылай айналдыра отырып қызарғанша пісіреміз. Менің арнамда бұдан да басқа торттар, салат түрлері, ыстық тағамдар, пирожныйлар бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Дайын болған шелпегімізді қағаз салфетканың бетіне қойып, майын сырғытып, кейін тарелкаға салып ұсынамыз. Осылай барлығы пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ішкі бөлігінде осылай көрсетіп қояйын. Өте жұмсақ болып, дәмді болып шықты. Осы рецептпен көп рет жасап көргенмін. Мен үшін өте оңай, ашығанын күтіп отырмайтын, жұмсақ, өте дәмді, тез желім кететін бауырсақтардың бірі. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.